Қайын сіңлім 10 күйеуге тиіп шықты. Бала күнімде әкем бізді өте қатал ұстады. Бірдеңені бүлдіріп қойсақ, дереу бұрышқа тұрғызып қоятын. Үйдегілерге теріс қарап тұрып, жылап, бұрышпен талай сырластық қой. Тиіс уақыт біткен соң әкем шақырып алып, кешірім сұрататын. Сосын әлгі қылығыңды қайтадан қайталамайтынды қадап тұрып сұрайтын. Жаман атыңды естімейтін болайын деп, ызға шашқан көзімен атқанда қайда атығыларымызды білмейтінбіз. Үйдегі бала біткен, әкең келе жатыр дегенді естігенде бұрыш-бұрышқа тығылып зытып беретінбіз. Әке қаһарының балаға қалай әсер ететінін біліп өстік қой. Бүгінде балалы шағалымыз. Қайраты қайтқан әкеме бұрышқа тұрғызып қойып тәрбиеледіңіз ғой деймін әзілдеп. Сендерді адам болсын дейтінмін деп жауап береді. Расында бауырларымның бірде-бірі әкемнің атына жаман сөз келтірген жоқ. Қатал тәрбиенің әсері болар. Мұның бәрін неге айтып отырмын? Оң жақта қыз ғұмырым қысқа қайырылып, ерте тұрмысқа шықтым. Жолдасым көз көрім көркі бар, жақсы адам. Бір-бірімізді ұнатып, біраз уақыттан кейін отау құрдық. Бөтен үйге үйренісу оңай ма? Талай рет оңашада жылап талатынмын. Адуынды ененің айқайы, қайын әпке, қайын сіңлілерінің түртпектеуі жаныма қатты бататын. Сонда да болса тәрбие көрмеген деп айтпасыншы деп бәріне төзіп бақтым. 3 қайын әпкем тұрмысқа шыққанымен 2 күннің бірінде біздің үйде. Бір қайын сіңлім еркенің еркесі болып шықты. 4-еуі қосылып алып 4 жақтан тап бергенде шынымды айтсам төтеп беру қиынға соғатын. Үй шашылып кетіпті, ыдыс-ұрыш жуылмапты деп ызыңдай енемнің құлағын шірітіп жақсырады да отырады. Жолдасымнан да араға түсіп шашады. Ақырында қолында бір сілтеді. Қайын сіңлім темекі еді. Сыраны суша сіміреді. Жігіт біткенді қол орамалынша ауыстырады десем артық айтқаным емес. Бүгін бір жігітпен жүрсе, ертеңіне басқа біреу келіп тұрады. Киімдерін мен жуып үтіктеп беремін. Ол үйдің шашқаннан, енемнің мені шақсырғаннан басқа шаруасы жоқ. Ұйқыдан тұра тамақ деп айқайлайды. Жүгіріп онысын дайындап беремін. Мына жақтан енем жекіріп отырады. Бір қыздың көңілінен шыға алмай деп. Солар сөйлемесінші деп зыр жүгіремін. Қайынатам момын адам. Оны адам екен деп сөзін тыңдап жатқан жан жоқ. Сондайда тәрбие қатал әкем есіме түсетін. Тәрбие демекші, бұл үйде тәрбие мәселесі шет қалған екен. Қыздар қалай жүрем десе солай жүреді. Үлкенді сыйлау, айтқанды тыңдау, олар үшін екінші пландағы мәселе. Шаң-шоқ етіп үлкендермен айқайласып жатқандарын көргенде жағымды ұстайтынмын. Ақыры тәрбие көрмеген қайын сіңлім тұрмысқа шыққанда қатты қуандым. Біреуде болса түртпекшіден құтылдым ғой деп. Бекер екен. Әр жігітпен бір жүріп, қайнысынан аяғы ауырлап қалғанын білмей дал болған. Айғаным енемнің ақылмен аузуынан сөзі, қойыннан бөзі түсіп қалған біреудің етегінен ұстады. Менен емес деп басын ала қашқан әлгіні енем екеуі ортаға алып, алмасаң соттатам, құртам, қорқытып ақыры күштетіп үйлендірді. Арада 2 ай өтпей тұңғышым босанды. Алдыңғы арба қайда болса, соңғысы сонда деген рас екен ғой. Әпкелерімнің сорабына түскен айғаным да 2 күннің бірінде біздің үйде. Тыныштық жоқ. Бұрын оның ғана бабын жасасам енді баласымен, оған қоса күйеуін де қосып бағатын болдым. Енем қыздарын қасына жинап алғанына мәз. Малайы мен ғой, зық жүгіргенде жақсам қане. Әйтеуір ілік тауып, менің жамандаумен бар қарекеттері. Әбден шашадым. Күйеуім бірдеңеге жұмсап жіберіп, енді айғаным бұрынғы жігіттерімен қыдыра бастады ғой. Қой деп жатқан ешкі шеше жоқ, әкені болса да тыңдамайды. 1-2 рет ескерту жасап ем, өзіме тап берді. Құрысын дедім. Баста тәрбие көріп жатпаған ол өзгенің ақылын қайтсын. Баласы дұрыстап еңбеген соң, уызға жармаған соң жылай береді. Оның сүтін ысытып, жаялығын жуып, бөлеу менің мойнымда. Ақыры үйдің артында біреумен өліп-өшіп сүйісіп тұрғанда күйеуі үстінен түскен ғой. Момын деп жүрген күйеу баламыз айқай шығарды. Ашынып кетсе керек.
шапшып қарсы шыққан енеме бар запыранын ақтарды да есікті тарс жауып шығып кетті. Содан қайтып табалдырықтан аттаған жоқ. Қатты көңілі қалса керек, онсыз да күмәнмен үйленген соң қайтып оралудан артық санаса керек. Оған айғаным қайғырған жоқ. Енем болса көресің әлі, менің қызым үйленбеген жігітке тиеді деп қызына көпшік қойды. Әкеден де шешеден де тыйыл көрмеген қызымыз тіптен бетімен кетті. Баласы бір жасқа толар-толмастан тағы күйеуге тиді. Баланың шешесі байдан қайтқан албасыны алмайсың деп қарсы болған екен. Бала тыңдамай тас сабандап тұрып алыпты. Қойшы, әйтеуір құтылатын болдық қой деп мен жүрмін. Мұны да артық қайырлы болмады. Өзінің келін болғанымен жұмысы жоқ. Айғаным ол жақта да тыныш жүрмесе керек. Бұрынғы жігіттермен әр сәт сайын сөйлесе берсе керек. Арасында қалаға барам деп алдап кетіп те жүріпті. Ақыры күйеуі оның жүріскерлігін қоймайтынын білген соң үйге өзі әкеп тастады. Айтпаған сөзін айтып қарғап та кетті. Бірақ оның қылы қисайған бір жан жоқ мұнда. Тіпті ұят болды ау деп отырған бірі жоқ. Енем бәз баяғынша шапылдаған күйінше шығарып салды. Әркімге бір жексұрын болғанша қызын тимай ма деймін мен. Әй бірақ, қойшы, сонымен бүкіл ауылға аты жайылған қызымыз енді ауылдағы еткен еркектің ермегіне айналды. Күнде кешкісін үйіміздің айналасы ысқырықтан арылмайды. Одан қалса телефонына звондап алып кетеді. Жігіттерді қойып енді отбасылы еркектерге де кетәрі демейтін болғаны қызымызды мүлде құтырып кетті. Енем де шаршамаса керек, астыртын біреулермен арқылы тағы да қашырды қызды. Бұл жолы көп асқанға бір тосқан дегенде екі әйел жіберген ұрдажық біреуге жолқыпты. Бұрынғы кәсібін істемей қоя ма қызымыз? Қиқаңдап бітті сойып салып тепкілеп тастайды екен. Оған қызымыз шыдамай қашып келді. Балалы өсіп мектепке барды. Онымен мүлде ісі жоқ. Бұрын қызына шаң жуытпайтын енеміз енді шаршады. Әбден бетімен кеткен ол енемнің айтқанын құлағына да қысырмайтын болды. Жолдасын бірдеңе десе бітті. Енем қызын қолпаштап шыға келеді. Үйде отыңқырап біраз іші пысқан қызымыз ақаутаға шыға қайта шықты. Отбасылық бір еркектің басын айналдырған ба, бір күні әйел үйге келіп топалаң шығарды. Есейіп қалған ұлы бар екен. Далаға шығарып алып қызымызды итше тепкіледі. Енді оның бетін көрмеймін деген қызымыздың сөзін алып қарғыстың үйіп төгіп олар кетті. Жолдар жылжып өтіп жатты. Бұрынғыдай емес, бетінен әр тайған қызымыздың енді қырма сақалдар қырындай бастады. Желігі басылмаған бейбақтағы біреудің етегін ұстаған. Онсымен тоқтамай шығар дескенбіз. Жоқ, одан да қайтып келді. Қойшы, сонымен не керек? Жай жүргенін қоспағанда босағаттағанын есептесем айғаным 10-шы күйеуінен қайтып келіпті ғой. Әлі де күйеуге тиетін ойы бар. Намысым келеді осындай қайынсіңлім болғанына. Бірақ енем соны намыс көрмей отырғанда маған не керек деп қоямын. Ақырын берсін деп әйтеуір. Қыз баланың оңды-солды жүріске салынуы ұяда тәрбие көрмендігі екен-ау деп қоямын кейде. Әкенің сұсын, шешенің тыюын көрмеген қыз ойына келгенін істемегенде не қылсын енді.